Қолда бар алтыным менің қадірлім, білемін қадірін, болашақ жарымның. Диананы жегдің ба? Рахмет, Шахназ. Ондай сұлу қыздың жігіті болмаса. Құмаш екеуміздің де жігітім жоқ қой, папа. Енді мен кінәлбайын, айтшы, мен кінәлбайын да. Қап-қарашқа мен бақытты бол, Жұлдыз. Ой, жаным Мен саған сағыныш бірдеңе айтайын. Оказывается, Жұлдыз сағыныш сенен қызғанады екен, сол үшін сторис түсірмес. Түсіре берсін. Мен қазақпын, таза қазақ. Бика қожа ғой. Қалай қазақсың сен? Қазақпын. Мен сторисін қараңызшы дейді. Нені қарайын? Я люблю тебя, Алия. Бұланша отметка жасағандардың бәрін қараймын ғой. Сіздің туған күніңізбен менің туған күнім бір күнде екен дейді. Неді? Мукажанова. О, қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Менің туған күнім 16-11-1996 ғой. Ой, қызған шақтар дейді. Жұлдыз қызған шақ па дейді. Өте қызған шақ. Бетіңнен өп өткен самал желденде қызғанады депші. Диананың жігіт Асаубек па? Диананың жігіт Асаубек емес. Сіз қызған шақсыз ба дейді. Қызған шақ өте. Өте қатты қызғанамын мен. Өте қатты қызған шақ. Қызғаныштан жарыламын депші. Ұйықтай алмаймын мен қызғаныштан. Жұлдызбен жас араларыңыз қанша? 2 жас. Уақытта онда Жұлдызға сөз салдым ба дейді. Сөз салдық қой. Бас редакторы ол сіз бе дейді. Бізде бас редактор деген жоқ. Бізде бас деген әңгіме жоқ. Бізде бәрі редакторлар. Мы сами делаем. Мы ТВ не смотрим, мы его делаем. Достар, бәріне қайырлы кеш. Эфирдан шықтым. Көбісі менен өткен жолғы номер 6 сұрап жатыр. Ол кісі тек қана менің оқырмандарыма 990 теңгелік скидка қайттан берді. Сондықтан асығып жазыңыз. Өздеріңіздің байлық кодыңызды, сәтті күнінің және 2021 жылға прогнозды, отбасылық жағдай, қанша жасыңызда тұрмысқа шығасыз, және денсаулығыңыз жайлы көп нәрсе білгілеріңіз келсе, ендеше свайп жасап жазыңыздар. Менен сіздерге 990 теңгеде жеңілдік болады. Я тысячу раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Возвращаемся в реальность. Устанавливаю двери. Наконец-то! Я даже еще не переоделась. Дома бардак. Негізі мен өзім нормально қараймын ондайға, бірақ өзге ұлтқа, өзге дінге. Бірақ менің ата-анам рұқсат бермейді, сол үшін болмайды. Я его в тот же день отдала своим хорошим знакомым, потому что я, кажется, еще не отошла, пока не хочу. Совсем немного времени прошло, как моего котенка не стало. Я өзімде бәрі ұнайды, бәрі жері ұнайды. Даже ұнамаса да, кішкентай көзі дәу қоймайсың ғой, бәрі өте. Сөйтіп туылдым. Значит, так надо было. Еще кішкентай көздер әдемі болмайды деген сөз бар ма не? Дәл қазір қарастырудамын ол ұсынысты. Бұрын соңды болмаған ұсыныс негізінде. Енді ойланудамын. Егер иә деп келісімімді берсем, онда алдағы уақытта ол дүние жайлы сіздер міндетті түрде хабардар боласыздар. Ни казах, ни узбек, ни русский. Скажу так. Душой я узбек, внешностью я русский. Живу и думаю, как... Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Эфирдан шығып үйге. Қазір Алла қаласа талдырыңғы жолға шығайын деп отырмын, иншалла. Үйге барып, рас демалып қайтсам ба деп. Күндеріңіз қалай өтті? Эфирді көрдіңіздер ме? Құрметті достар, енді үміткер қабылдаймын. Егер де маған үміткер болам деп келсеңіз, сөйлесеміз, әңгімелесеміз. Қосай бағдарламасын
жеке номеріне хабарласып заявка қалдырсаңыздар болады. Баршаңызға сәттілік, маған жол болсын. Талдықорғандағы достарыма айтарым, күтіңдер, кездесеміз.